Қайырлы таң, достар. Қалдарыңыз қалай? Біз бүгін енді гороскопты, болжамды ары қарай жалғастыратын боламыз. Мен гороскопты бастамас бұрын мен сіздерге айтып кетейін. Жалпы бадзи, астрология, нумерологиядағы терминдерді қазақшаға аударуға мүлде келмейді. Себебі егер біз қазақшаға мен аударсам, мүлде сөйлем сәйкес келмей қалады. Сол себептен сіздер түсіністік танытсаңыздар екен деймін. Мысалы 8-ші домға келіп тұр, 10-ші домға келіп тұр дегенде айтсақ бір сөздердің бір несі ұйқаспай қалатын сияқты. Бадзыда да сол сияқты. Вада-ин, вада-ян дегендер, мысалы сіз дворец дегендерді қалай жасауға болады? Қалай біз қазақшаға аударуға мүмкін емес. Сол себептен түсіністік танытыңыздар. Мен қатты түсінікті етіп айтып жатырмын ғой барынша. Егер гороскоп болжамдарыңыз сәйкес келіп жатса, сіздер маған подписаться етіп, лайк басып отырсаңыздар екен деймін. Сосын біз лев арыстан белгісіндегі адамдарға наурыз айына арналған болжамды бастайық. Барлығымызға 2 март күні айтылады. Ол жерге бізге 4 планета келіп тұр екен. Ол Солнце, Луна, Нептун, Юпитер. Ол сіздерге лев арыстан белгісіндегі адамдарға 8-ші домға келіп тұр. Ақшаға байланысты жоспарларыңыз өте көп болады. 8-ші дом жалпы ақшамен байланысты ғой. Сіз заработанный деньги емес, бұл өзіңіз еңбек етіп тапқан ақша емес, бұл ата-анаңыздан, мемлекеттен берілген гранттар болуы мүмкін, алимент болуы мүмкін, немесе жалпы басқа адамнан келетін ақшаны айтады. Немесе қосымша жұмыс жасайсыз, соның ақысын алуыңыз мүмкін. Немесе көптен бері жұмыс жасап жүрдіңіз, соның ақысын егер ала алмай жүрсеңіз, осы 2 марттан бастап сіздерге беретін болады. Жалпы 2 марттан бастап сіздерге майдың ортасына дейін ақша көп келетін болады. Себебі мен ештеңені шатастырып отырған жоқпын. Наурыз болады бізде, сосын сәуір болады, май болады. Майдың ортасына дейін сіздерде ақшалы ай болады. Ақшаға қатысты барлық пландарыңызды, жоспарларыңызды құра аласыздар. Жалпы енді осы айға келетін болсақ, 2-сінен 21-не дейін жалпы фокустарыңыз, барлық ойларыңыз тек ақшада болады. 8-ші дом, одан кейін психологияға, психологқа жауап беретін болады. Бір психологтан, нумерологтан бір кеңес алуларыңыз мүмкін. 8-ші дом бала көтеруге, құпияға жауап беретін болады. Құпия түрде, мысалы, экоға баруларыңыз мүмкін, жолдасыңыз екеуіңіз, ешкімге айтпай. Осы кезде бизнес ашқан дұрыс. Сол неге ақшаларыңыз көбейеді. Ал 5-6 мартта күн 8-ші домға келіп тұр екен. Бұл жерде күн мен Юпитер екеуі бірігеді. Сол кезде Солнце деген егер сіз болатын болсаңыз, Юпитер деген сәттіліктің белгісі. Сіз сәтті боласыз деген сөз. Бұл кезде сіз ата-анаңыздан, немесе бір жақын туысқандарыңыздан ақшалай сыйлық алатын боласыздар. Немесе инвестор сіздерге ақша бөледі.
Ал 7 март күні Венера мен Марс 7-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 7-ші дом деген сөз ара қатынасқа жауап береді. Некеге тұруға, танысуға, екінші жартыңызды табуға, жалпы некедегі қарым қатынастан бөлек бизнес серіктестермен де жұмыс жасаған қолайлы. Сатып алуға, сатуға да өте қолайлы кезең. Келісім шартқа да отыруға болады. Мысалы, жұмыс таба алмай жүрсеңіз, жұмыс табуға керемет мүмкіндік. Келісім шартқа да отырасыздар. Ал 11 март күні Меркурий өзінің белгісін ауыстырады. Жалпы Меркурий бізде білімге, ақпаратқа, жаңалыққа, танысуға жауап береді. Ол Меркурий 8-ші домға келіп тұр екен. 8-ші дом жаңағы ақшаға байланысты. Дүниелер өзгеретін болады, пландарыңыз өзгеретін болады. 8-ші домындағы ақша бұл өзгенің ақшасы болып есептеледі. Сізге біреу ақша береді деген сөз. Мысалы, мемлекеттен гранттар ұтып алуыңыз мүмкін, ата-анаңыз беруі мүмкін, немесе көршіңіз беруі мүмкін, қарыз болса. Ал 18 март наурыз күні ай толады. Ай толады. Ол сіздерге 2-ші домға келіп тұр. Жұмыс жасап жатқан организацияңызда міндетті түрде өзгерістер болады. Одан кейін өзіңіздің жұмысыңызды қаншаға бағалайсыз, соны көрсетіңіз. Өзіңізді қалай бағаласаңыз, солай ақша келеді деген сөз. Өзіңізді жоғары бағаласаңыз, сіздерге міндетті түрде көбірек ақша келетін болады. Ал 18 наурыз күні сіздер бір жұмыстарыңызды аяқтайсыздар, немесе үйіңізде болып жатқан ремонтты аяқтайсыздар. Сөйтіп, екіншісін бастауға кірісесіздер. Жалпы ай толған кезде бір аяқталмай жүрген іс аяқталады деген сөз. Ал 21 март күні күн өзінің белгісін өзгертеді. Ол 9-ші домға келіп тұр. 9-ші дом деген кругозорыңыз өзгеретін болады. 21 март күні жолға шығуыңыз мүмкін. Шетелдің мәдениетімен танысуыңыз мүмкін. Жалпы 9-ші дом деген ол шетелді білдіреді, жолды білдіреді. Мүмкін сіз шетелдің мәдениетімен танысуға танысасыздар. Мысалы, немесе шетелден достар табасыздар, шетелден инвестор табуларыңыз мүмкін. Жұмыстарыңыздың көбісі шетелмен байланысты болады. Немесе шетелден үй, машина сатып алуларыңыз мүмкін. Қазір енді барлығы мүмкін ғой. Немесе өзіңіз шет тілін оқуға кірісетін боласыз. Немесе егер өзіңіз шет тілін оқып алсаңыз, соны балаларға үйрететін боласыз. 9-ші дом әрі білімге де жауап береді. Көптен іздеп жүрген мұғаліміңізді табасыз. Сөйтіп, сол мұғалімнен сабақ аласыз. Собеседованияға баруға, сотқа шақырту алатын боласыздар. Кітап жазуға, кітап шығаруға жақсы кезең. Ал 28 март күні Меркурий 9-ші домға келіп тұр екен. Кейбір құжаттарға қол қоясыздар. Көптен күтіп жүрген документтеріңіз келетін болады. Мысалы, сіздер виза, ПМЖ, паспортты егер жоспарлап заявка беріп қоятын болсаңыздар, өтініш беріп қойсаңыздар, сол келетін болады. Соны барып алып кетулеріңіз мүмкін.
Жалпы сіз 2 наурыз бен 21 наурыздың аралығында сізге ақша әкелетін бір проектпен жұмыс жасайсыздар. Фокустарыңыз, ойларыңыз тек ақшада болатын болады. Ақша мәселесін міндетті түрде шешетін боласыздар. Атақты боласыздар. Егер жұмыс іздеп жүрсеңіздер, жаңа жоғарыда айтқанымдай табылады. Сіздерге осындай өте жақсы гороскоп болжам шықты. Енді менің еңбегімді бағалап, подписаться етіп, менің каналыма жазылып, лайк басып отырсаңыздар, мен қатты қуанатын едім. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.